Төртінші тарау. Жошының 6-шы баласы Буалдың 2 ұлының үлкені татардан туған Ноғай, Батумен бірге шығыс Жағыропаға аттанғанда 18-де еді. Қылшылдаған жас шағы болатын. Өзі де жүзі қайтпаған алмасқан жардай салған жерін алып түсетін өткір еді. Атасы Буал да, әкесі Татар да, Жошының өзге бала немерелерінде ел шауып, қала алып көзге түспеген. Және хандық дәрежеге де жетпеген. Көбіне 1-2 жорыққа қатысқаннан кейін өздеріне берілген ұлысты басқарудан аспаған. Татардың шығыс Жағыропаға Бату барып қайтқаннан кейінгі ең соңғы ұлысы Қырым жері еді. Ал ұлыс кіндігі Каффа қаласы болатын. Ноғай шығыс Жағыропа аттанысында Батудың өз әскеріне жататын түркі тұқымдас Монғол руы Хадаркін жігіттері мен Қыпшақ жауынгерлерінен құрылған қосынды басқарды. Дәшті Қыпшақ жігіттері жаумен алысып, соғысқа әбден қанығып алған әскер саналса, Хадаркін жауынгерлері Шыңғыс ханның темір тәртібін бұлжытпай орындап, өлімнен тәртіпті жоғары санап үйренген. Атышулы мерген және найзагер жұрт болатын. Хадаркін руының басшысы Мүкір Құран Шыңғыс әскерінің оң қанатына кіретін Хадаркін қолын басқарған әмір еді. Осындай сен тұр, мен атайын Хадаркін мен Қыпшақ жігіттерінен құралған қосынды басқарып, Ноғай шығыс Жағыропа ұрысында ерекше көзге түскен. Сол себептен де Бату бұны Болгария мен Молдавияға найып етті. Негізгі Алтын Орда Еділ бойына шегінгеннен кейін 2 түмен әскермен қалған Ноғай бұл елдерді билеп отыра алмады. Бас көтерген Булор мен Молдавандарды баса алмай амал жоқ, дәшті Қыпшаққа қайтқан. Бұл кезде Татар дүние салған. Ноғай әскермен әке ұлысына келді. Бұл ұлыс енді өз ұлысы болуға тиістеді. Бірақ Бату оған басқа ұлыс берді де, өзін уақытша бүкіл Алтын Орда қосындарының Лашқар-Қаши бұзырығы етіп Астанаға шақырды. Батуға қарсы тұруға батылы бармай, Ноғай амал жоқ Астанаға келді. Дегенмен, қарамағындағы әскерінің көбін, әсіресе Хадаркін жігіттерін түбі қалай болады деп, бұрынғы әке ұлысындағы қатын балаларына жіберді. Оларға жауынгерлердің ел тонап әкелген мал мүлкінен тысқары, ұлыс бастығының жеке меншігіндегі қазынадан дүние мүлік қаражат қосып берген. Бұның қызығын ол 50 жыл өткеннен кейін Алтын Орда ханы Тоқтаймен күрескенде көрді. Ноғайдан жақсылық көріп, құтты жерден орын тапқан Моңғол жауынгерлері Алтын Орданың ханы емес, Жошы ұлысының үлкені Ноғайды пір тұтып, бастарына көтерді. Соңынан Алтын Орда мен Ноғай жауласқанда бірі қалмай өздерінің бастығының соңынан ерді. Сондықтан Тан өзенінің жағасындағы Тоқтай мен Ноғай ұрысқан айқаста, Ноғай жағындағы қолдың көпшілігі сол тұста Ноғайлы болып атала бастаған Маңғыт, Хадаркін жігіттері еді. Міне, осы Ноғай Лашқар-Қаши бұзырық болғалы 10 жылдан асып кеткен. Және бұл өзінің ерлігімен қатал әділеттілігімен өзге хан тұқымдарында емес, негізгі дені де қара халықтан құрылған Алтын Орда әскеріне жақын жүргендіктен қарамағындағы жауынгерлерге өте қадірлі болды. Әрине, Ноғайдың атасы да, әкесі де хан болған жоқ. Хандық Жошының үлкен ұлдарының үлесі. Шыңғыс жасысы солай. Бірақ баба жолын қазір кім ұстап жатыр? Өзгені қойғанда Құбылайдан бастап бұзған жоқ па? Бұндай қылығы үшін әрине Шыңғыс заманы болса, өлім жазасы берілер еді. Ал қазір Ноғайдың да мен де Шыңғыс тұқымымын деп бір күні таққа жармасып жүрмесіне кім кепіл? Ондай жағдай туса, бұны жеңу оңай түспейді. Өйткені күннен күнге әскер арасында бұның беделі асып бара жатқан. Осыны ойлаған Берке Ноғайдан құтылмақ болған. Бірақ қалай құтылады? Қандай айланы қолданып өлтіру керек? Әлде орнынан босату керек пе? Берке екеуіне де бармады. Екеуінде қауіпті көрді. Әлі де болса Ноғайды өз пайдасына, Алтын Орда пайдасына жұмсамақ болды.
әйгілі Лашқар Қаши бұзырықты құлағуға қарсы Алтын Ордаға жататын Баку мен Арранды қайтарып алу үшін аттандыруды дұрыс көрді. Бұл әрине Құлағу хандығымен соғыстың басталуы еді. Соғыстың аты соғыс. Ноғай Құлағуды жеңіп қайтса, Алтын Орда күшейе түседі. Ал жеңіліп қайтса, Ноғайдың қадірі төмендейді. Құлағудың жеңілуін тіледі, және Ноғай жеңеді деп сенді. Сол үшін Құлағу секілді Шыңғыс ханның өз балалары өлгеннен кейінгі ел шапқыш, жер алғыш үш бөрінің бірі атақты Құлағуға Ноғайды жұмсамақ болды. Алтын Орданың күнгейі мынадай болғанда күншығысы да тыныш емес еді. Бұл жақтан да дүрбелең көрініп қалған. Тянь-Шань тауының күнгейі мен теріскейін бірдей алып жатқан Жағатай ұлысының жері мен Алтын Ордаға жататын Қыпшақ даласының күнгей шығыс, күнгей жағы сонау жошы заманынан бері, Іле Алатауының Алай Қаратаулардың теріскей жағындағы сонау Өгіз, Қарахандар тұстарынан бұрын дүниеге келген. Алмалық, Құлан, Ақыртөбе, Тараз, Саудакент, Құмкент, Созақ, Ақбикеш қалаларымен шектесіп жататын. Бұлар көшіп келе жатқан керуен тәрізді бірмен бірі тіркесіп, Алтын Орданың шығыс күнгей жағындағы алып қорғаны. Бұл қалалардың тұрған жері теріскей жағы, Тау өзені, Көкорай шепті тамаша жайылым егістік өңір болып келгенмен, бері қарай Дәшті Қыпшақтың ұлы даласына кіретін тұстары құм тақыр, тіпті шөлге айналып кететін. Бұл да жауынгершілік заманда Қыпшақ елдерін шабамын деген жат ел қолдарына үлкен бөгет еді. Бұл құм, шөл тақырлардың Алатау тұсы тәрізділері тіпті Көкше теңізге дейін созылып жататын. Бұндай 600-700 шақырымға созылған шөлді даладан өтіп көр. Ал Созақ, Ақбикеш қалаларының ар жағында Дәшті Қыпшаққа жататын Сығанақ, Отырар секілді Сейхундарияның орта шеніндегі қалалардан кейін атақты Мауреннахр жері басталады. Алтын Орданы Бату билеп тұрған кезде осы Мауреннахрдың Ходжент, Бұхар, Самарқанд тәрізді үлкен қалалары Алтын Орда ықпалында да болатын. Бату мен Мөңке дүние салғаннан кейін осы тұстың бәрі енді Алтын Орданың қарамағынан шыға бастады. Балық басынан шірейді дегендей, бұған себеп болған Шыңғыстың алтын тағы тұрған Қарақорымдағы Моңғолдың ұлы хандығын екі хандыққа бөлу еді. Әрине, қандай үлкен тақ болмасын, екі хан бірігіп отырған емес. Мейлі ол тақ ұлы Шыңғыс хандікі болсын, екі көзі бірін-бірі шұқымасын деп Құдай ортасына мұрынды қондырған. Ал ағалы інілі Құбылай мен Арық бұғының арасына мұндай араша түсір мұрын табылмады. Мұндай мұрынның орнына төленің қос бөрісінің арасында атақ, бақ, мансап қорлық деген терең ор пайда болды. Төленің балаларынан жеке таққа отыруды, ел билеуді кем арман етпейтін Шыңғыстың өзге ұрпақтары Құбылайдың ұлы атасының жасын бұзып, бар Шыңғыс тұқымының Құрылтайдан келісім алмай, өзін өзі ұлы хан сайлағанын сылтау етіп, екі дай боп осы орды қайта тереңдете түсті. Құбылай жағына Үгедейдің баласы Қадан, Шыңғыс ханның інісі Темуге Очиганның баласы Тоғашар мен сан айқаста әбден шынығып алған, темірдей берік, тәртіптен тастай боп бекіген, сан ұлыстан құрылған солтүстік Қытайды алған Кәшіктәне әскері шықса, Арық бұғы жағына Жошы ұлысының ханы Батумен бірге Херман Кибені алған, Польшаны шапқан Жағатайдың атақты баласы Байдармен бірге болған Төленің ұлы Алғүймен, сол шығыс Жағропа жорығында Байдармен бірге жорық басқарған осы кезде шығыс Тянь-Шанда Мекрин аймағын басқарып отырған Үгедейдің немересі Қайду болды. Күш теңбе-теңдей еді. Тек Құбылай қарамағындағы бұдан 20 жыл бұрын жаулап алған Қытай жұрты бұл кезде бас көтеретіндей халде емесін. Қарсы жағыңмен соғысып жатқанда қол астындағы жұрттың тыныш болуы бұл да жеңіске өте керек дүние. Ал Арық бұғыға бағынышты хандықтардың бәрі де қазір сенімсіз еді. Әсіресе соның ішіндегі ең үлкені және
күштісі де Алтын Орда десек, оның ханының жатса тұрса бар ойлағаны Қарақорымнан құтылу болатын. Екінші мықты хан Төленің ортаншы ұлы Құлағу да өз хандығының бөтен қиыншылықтарымен әуре боп, бұл таласқа кіріспеді. Төленің ең үлкен ұлы Құбылай мен ең кенжесі Арықбұғы әскерлері бетпе-бет Өңгін өзенінің жағасында кездесті. Арықбұғы жеңіліп, Енисей өзенінің бойындағы қырғыздарға қашты. Қарақорымды алып, қалаға бақылаушы шағын қол қалдырып, Құбылай Шанду қаласына қайтты. Осы кезде Құбылайға Арықбұғы жаздым, жаңылдым деп кісі салды. Інісінің қызба мінезді, сөзге ергіш кісі екенін білетін Құбылай оның күнәсін кешірді. Бірақ Арықбұғы ханды қолдарына ұстайтын ту ретінде керек еткен Шыңғыс ұрпағының Құбылайға қарсы жағы әскер жинап, күтпеген жерден қайтадан шабуыл жасап, Қарақорымды алды. Әйтсе де әр қарай оңтүстікке бара алмады. Гоби құмына кірер тұста Құбылайдың атақты атты әскері Кәшік дәнесі Арықбұғының қолын тоқтатты. Кешегі атасы ту тіккен атамекен жерін бұдан әрі бүлдіргісі келмеген Құбылай Арықбұғының әскерін қуып жетіп, Моңғол даласында соғыс ашуға нояндарына рұқсат етпеді. Арықбұғыны бұлайынша соғысып құртудың орнына Қарақорымға азық-түлік жібертпей қойды. Сөйтіп, кешегі ақ майды аяғымен тепкен Шыңғыс ханның ордасында енді ашаршылық басталды. Осы ұрыстардың алдында Арықбұғы ордасында Қара Құлағудың жесірі Жағатай ұлысының билеушісі Эргене бегім жатқан. Ол Арықбұғыны жақтамақ болған. Сол себептен егер Берке мен Құлағу Құбылайды қолдай қалатын болса, әскермен Қарақорымға қарай өткізбеу үшін Шығыс Түркістанға Алғұйды жіберуге уәделескен, және Алғұй бұл жақтан Қарақорымға деп әскер ат жинауға уәде берген. Айтылған уақытында Қашқарға Алғұй келген. Бұл жақтан ол өзінің туыс-туғанын тапқан. Солардың арқасында Алғұй тез арада көп әскер жинап, өзін Шығыс Түркістанның ханы атандырған. Енді Алғұй өзінің немере інісі Никбей оғланды 5000 адаммен Мауреннахрға жүргізген. Ол аз күннің ішінде Бұхар Самарқандтан бастап Мауреннахрды жаулап алған. Беркеге бұрыннан өш Алғұй бұл жақтағы Беркені жақтайтын Алтын Орданың бар адамдарын өлтіргенін өлтіріп, өлтірмегенін мал-мүлкін тартып алып, өздерін Мауреннахрдан қуып шыққан. Қарақорымға деп Арықбұғының адамдары жинаған қару-жарақты, ақшаның бәрін тартып алып, Қарақорымдағы ұлы ханның әмірлерінде өлтіріп, енді өзінің Арықбұғыға қарсы екенін ашық жариялаған. Бұл аз болғандай, Алғұй Хорезм мен Ауғанстанды жаулап алуға кіріскен. Енді Алтын Ордаға шығыс жақтағы жеріне ықпал жүріп тұрған Мауреннахр, Хорасан, Хорезм шаһарларынан мүлдем айырылып қалатын қауіп туған. Сонда барып Берке бұл жаққа әскер жіберіп соғысуға мәжбүр болған. Осылай Алтын Орданың күнгейінен де шығысынан да қауіп туғанын көріп, Берке кәрлене қалған. Әрине, бұдан Алтын Орданың құламайтынын білсе де, әлсіреп кететініне көзі жеткен. Сол Алтын Орданы әлсіретпеу үшін Берке бұл жолы да тек соғысуды ғана дұрыс деп тапқан. Осыдан енді батысындағы Орұсут елімен жанжалдасуды дұрыс көрмеген. Сол үшін де ұзын бойлы сары Төлеңгітке құндыз қызды көзінің қарашығындай сақта деген. Бірақ ол қыз бір түнде сан соқтырып кетті. Берке бала көрмеген. 4 қатыны бірінен бірі асқан сұлу болған. Бірақ біреуі де бала таппаған. Және осы 4-еуі де қанша қылықты, ажарлы келсе де жаратылған бедеудей сымбатты өгей шешесі Қанекей бегімдей жанын отқа салып, жүрегін лөпілдетпеген. Бәлкім Қанекей бегім де өзінің осы 4 қатынындай ақ құшағында күн құшып тумаған шығардау. Алайда келіннің бетін кім бұрын ашса, сол ыстық деген жасөспірім Беркені ең алғашқы ауыздандырған осы өгей шешесі еді ғой. Содан болар Берке міне 60-қа аяқ басса да, Қанекейдей әйел бар деп ойламайды,
ойлағысы да келмейді. Еркек жанды Қанекей бегім осы уақытқа дейін Беркенің ойынан шықпай келген. Алғашқы ұрыстан қайтқан жылы бір ретте Қанекей бегімге үйленбекші де болған. Бірақ бұл кезде бұл әбден мұсылман саналып қалған. Ал мұсылманға әкесінің құмасына үйленбек түгіл, басына ондай ой келген үшін жалыны лапылдаған тозақтайын тұр. Бүгінгі күннің рахаты мүмкін о дүниенің тозағына жеңгізер ме еді, қайтер еді. Берке шешімге келе алмай жүргенде Қанекей бегім бір өштескен күңінің қолынан дүние салған. Берке іштей өкініп қала берген. Міне, осындай жағдай құндыз қыз табылмағаннан кейін Беркенің басына тағы түсті. Дүниенің бар қызығын білген Берке қызды көрген сағатта көңіліне бір жаман ой келген. Ұзын сары төлеңгітке көздеріңнің қарашығындай сақта дегенде, шынында Гавриил үшін сақта деген сөзі емес еді. Өз көңілінде ойлаған. Артынан қыздың мешіт қабырғасындағы суретін көргеннен кейін бұрынғы сезім бұрынғысынан да өрши жөнелген. Ол суретке сол күні тапжылмай қарай бергісі келген. Қызға ғашық болып қалды ма, әлде суретке ғашық болып қалды ма, өзі де білмеген. Бірақ суретке ғашық болу мұсылманға үлкен күнә екенін де естен шығара алмаған. Бұл суретті қанша қимаса да қыздың өзі бар ғой. Оның бейнесін мешіт қабырғасынан құртыңдар деп бұйрық беру де содан еді. Енді міне, суретте жоқ, қыз да жоқ. Берке хан қыздың да, оның суретінің де өзіне қандай қымбат болып қалғанын жаңа білді. Оның үстіне Алтын Орданың күнгейі мен шығысында бүліншіліктің лаулап жатқаны анау. Ал мың сан есірей мен құлдардың қырылғаны оның ойына кіріп те шықпаған. Ереуілді ұмытып кеткен. Мыңдаған адамның өмірін шыбын шаққандай көрмеген. Бүгін бұлар өлтірілсе, ертең орнына бөтендерін әкелем дегенде қойған. Тек жанына батқаны Құндыз бен Коломонның жоқ болып кеткені еді. Бірінің жоғалуы қайғылы өкініш тудырса, екіншісінікі дәрменсіздене қалған ашудың дауылын тұрғызды. Осылай көңілінің алай-дүлей кезінде Берке хан кеңесін шақырды. Хан кеңесі деген жай сөз еді. Шыңғыс хан бар істі жалғыз өзі қалай шешсе, Алтын Орда ханы да бәрін тек өзі ғана шешетін. Бұл бату кезінде де осылай болатын. Берке кезінде де солай болып жатты. Хан кеңесі жақында ғана салынып біткен жаңа сарайдағы хан ордасына жиналды. Кең сарайдың төріндегі қып-қызыл жібек түсті фарсы кілемімен жабылған сәл көтеріңкі сәкінің үстіндегі алтын тақта алтын тәжілі Берке хан отыр. Түсі де сарғылт, үстіне киген киімдері де алтын зерлі сарғылт жібек. Берке хан қазір пагода төріне қойылған алтыннан құйылған Будда тәрізді, тіпті мызғыр емес. Мұнда Шыңғыс ұрпақтарынан 7 жыл Батыс Жағропа аттанысына қатысқан Шайбани ханның баласы Бахадүр, Лашқар Қаши, Бұзырық Ноғай, Құлқанның баласы Садық, Шыңғыс ханның інісі Хазардың немересі Жағатай бар. Өзгелері әйгілі Ноян, Тыма әмірлері батырлар. Беркенің туған інісі Беркенжар сырқат боп бұл мәжіліске қатынаса алмаған. Алла тағаламның ұйғаруымен Алтын Орда ханы болған мына мен, Берке хан, бүгін әдеттегі хан кеңесін ашпақшы болып отырмын. Әмин, деді қолындағы алтын сапты асасымен кілемді бір нұқып, бетін сипап. Ақылдасатын Алтын Орданың көп қамы бар. Күнгейіміздегі Қызылбас еліндегі Құлағу хан, сол жақтағы жошы ұрпақтары Беркенжар, Балғұтай оғландары Алтын Орда адамдарын у беріп өлтіріп, Арранды бір жолата өзіні кетіп басынып отыр. Ал шығысымызда жетісіп жатқан жоқ. Ұлы тақты Құбылай мен Арық бұғы бөліп алғалы, Мауреннахр, Хорасан, Хорезмнен тыныштық қашты. Бұрын бізбен тілектес Жағатайдың атақты байдарынан туған Алғұй Эргене қатынның орнына өзін Жағатай ұлысының ханы етіп көтеріп, аз уақыттың ішінде Мауреннахр мен Хорасанның біраз жерін алды. Енді Хорезм мен Ауғанстанды мүлдем өзіне бағындырмақ. Бұхар,
Самарқандтағы алтын орда жағындағы бекзада хажы Наиб даруғашылардың өлтіріп өлтірмегенін о жақтан мүлдем қуып жіберді. Айбарлы алтын орда тағы осының бәрін естіп біліп, ештеңе демей жай отыра ала ма? Әлде Бату ханның алтын туын алаулатып, қолымызға қылышымызды алып, оларға тойтарыс береміз бе? Әлде жауды жеңетін басқа жолымыз бар ма? Соны